Баршаларыңызға сәлем, біздің Ақ Дастархан YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен кезекті жемістің пайдасына тоқталатын боламыз. Ол әрине біздің тропикалық жеміс киви. Киви дәрумендерге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамындағы жасұнық, калий, кальций, магний, лектин, фосфор, мырыш, темір, марганец, антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек қан тамырлары ауруының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады екен. Басқа жемістерден айырмашылығы, киви консервіленген кезде еш бұзылмайды. Сондай-ақ жеміс Е дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, оны косметика негізінде пайдалансаңыз да болады. Сонымен қатар бұл жемісте актидин атты заты бар. Ол ағзадағы ақуыздарды ыдыратуға көмектеседі. Кивиді кәуапты маринадтауға пайдаланатыны да осыдан. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал екен. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздің терісі балғын күйге енеді. Осынау тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, авитаминозда, шаршағанда, әлсіздікте, күш жоғалғанда, күйзелісте, диабет, гипертония, тромбоз дерті кезінде тамақтану мәзіріне осы жемісті міндетті түрде қосқан дұрыс. Дегенмен осыншама пайдасы, кивидің зиянды тұстары да жоқ емес. Сондықтан оны пайдаланған кезде асыра сілтеп жібермеңіз. Мәселен, жеміс құрамында С дәрумені тым көп болғандықтан аллергия беруі әбден мүмкін. Асқазан сөлі қышқылы жоғары адамдарға да пайдалануға болмайды. Іш өткізгіштік қасиеті болғандықтан диарея дертімен ауыратындар бұл жемістен бас тартқаны жөн. Жоғарыда атап өткеніміздей, кивидің сұлулыққа пайдасы бар. Яғни, біз киви арқылы бетімізге маска жасасақ та болады. Ол үшін бір кивиді алып, тазартып алып, езбе дайындап аламыз да, оған 2 ас қасық езбеге 1 шай қасық бал мен 1 шай қасық қаймақ қосамыз. Одан соң қоспаны жақсылап араластырып болған соң, бетімізге, мойын және кеудеге жағып, 10-15 минутқа қалдырып, одан соң жылы сумен жуып болған соң, салқын сумен шайып тастасаңыз, нағыз бетіңізді ылғалдандыратын керемет маска шығады. Екінші ылғалдандыратын маска 2 ас қасық киви жұмсағын 1 шай қасық зәйтүн майымен 2 шай қасық сүзбемен араластырамыз да, масканы бетімізге жағып 10 минутқа қалдырамыз. Уақыт өткен соң көк шаймен мақтаны сулап, масканы тазартып аламыз да, 5 минуттан соң бетімізді сүртіп алсақ, нағыз бетіміз балғын, дәл сәбидікіндей жұп-жұмсақ болып шығады. Ал енді бетіміздегі әжімдерді кетіретін, терімізді жасартатын маска. Ол үшін 2 ас қасық киви езбесіне 1 ас қасық алма езбесін және 1 ас қасық қою клейгеймен араластырып аламыз. Қоспаны бетімізге жағып 20 минутке қалдырып болған соң жылы сумен жуып тастаймыз. Бетті мұзбен немесе салқын, газсыз минералды сумен жуып аламыз. Бетіңіз өздігінен кепкенше күтіңіз, сүлгімен сүртудің қажеті жоқ. Ағартатын маска 2 ас қасық киви езбесіне 1 шай қасық картоп крахмалы мен жарты шай қасық лимон шырынын араластырып, қоспаны бетімізге жағып 10 минутқа қалдырамыз да жылы сумен жуып шығып, артынан өзіміздің күтімдерімізді, кремдерімізді пайдалана берсек болады. Яғни, егер бетіміз солғын тері болып тұрса, қандай бір өңін жоғалтып тұрса, мына бір масканы жасап көріңіз, сізге кереметтей пайдасын береді. 2 ас қасық киви жұмсағына 1 жұмыртқа ағы мен жарты шай қасық зәйтүн майын қосып, араластырамыз да бетімізге, мойынға жағып, ылғалдандырып болған соң, 10-15 минуттан соң жылы сумен немесе түймедақ қайнатпасымен жуып тастасаңыз, нағыз бет күтіміне пайдалы сұлулықтың бет маскалары шығатын болады. Қарап тұрсаңыз, қарапайым тропикалық жемістен нағыз біз үй жағдайында жасалатын, ешқандай қымбат бағалы заттарға, бағалы ақшаға тұрмайтын оп-оңай маска түрлерін жасай берсек болады. Міндетті түрде осы
маска түрлерін жасап рационыңызға кивиді қосуды ұмытпаңыздар. Себебі білесіздер, кивидің пайдасы орасан зор екендігі. Және біз кивиді сонымен қатар асқазанымыздағы ауырлықты болдырмас үшін де, тамақты қорыту үшін де қолданамыз. Яғни қонаққа барып келген соң бір немесе екі дана кивиді жеп алсаңыз, сізге өте жақсы көмектесіп, жеңілдік сезімі асқазаныңызда пайда болады. Міндетті түрде ақпарат пайдалы болса, лайк басып қойсаңыздар болады.